Әнші Димашпен ұшақ салонында қатар отырған әйел ерекше сезімге тап болған. Ол әлемге аты әйгілі әншінің тым қарапайым әрі күзетсіз жүргеніне таңданды. Бұл туралы skifnews.kz ақпарат агенттігі хабарлайды. Айгүл Темірқұлова есімді жолаушының сөзінше, атақты әнші жалғыз жүрген. Қандай ерекше сиқырлы ұшу болды десеңізші. Ұшақта қасымда Димаш Құдайберген отырды. Ол ешқандай күзетсіз, ешқандай ілесіп жүрген адамдарсыз, көзілдірік пен маска киіп, ұшу аяқталған соң жүгіріп кете барды. Аңыз адам, бірақ сондай қарапайым, понсыз. Онымен қатар отырғанда өзімді бақытты сезіндім. Осындай селфиде жасадық. Ғалам, рахмет, деп жазды балалы әйел. Расымен де қарапайымдылық адамның ең үлкен қасиеті шығар. Димаш сияқты әлемге танылған, миллиондаған тыңдарманы бар өнер иесінің ешқандай пафоссыз, күзетсіз, қарапайым жолаушы секілді ұшып жүруі көп адамға таңғаларлық тәжірибе екені рас. Айгүл ханымның бұл әсерін түсінуге болады деп ойлаймын. Сүйікті өнерпазбен жолығып, тіпті бір орындықта қатар отыру көпшілікке бұйыра бермейтін сәт. Оның үстіне Димаштың фотоға күліп келісіп түскені, ешқандай жұлдыздық аурусыз қарым-қатынас жасауы да адамға ерекше әсер қалдырады. Ал осындай әсерлі сәттер жақсы энергия береді деп санаймын. Өнер адамының қарапайымдылығы жан күйеріне құрметінің белгісі. Ал мұндай сәттерді бөлісіп, қуану адамдардың өмірге деген жылы көзқарасын күшейтеді. Димаштың қай жерде жүрсе де өз болмысынан айнымайтыны шын жүректен қуантады. Бұндай әдемі, шынайы оқиғалар көп болса екен деп тілейміз.